Соңғы кездері мемлекеттік қызметке ынталы жастардың қатары көбейіп отыр. Мониторинг қорытындысы бойынша облыстық мемлекеттік органдардың кадрлық құрамында жас мамандардың үлесі басым. Бүгінде қызметкерлердің 28% 35 жасқа дейінгі жастар. Мемлекеттің жүйелі саясатының арқасында жас мамандардың қатары артып отыр. Сот отырысының залдарындағы үнсіздік сирек кездесетін жағдай. Бұл жерде адамның тағдыры шешіледі. Кез келген техникалық немесе заңдық тұрғыдағы қателіктің құны жоғары. Айгерім Дүйсенбекова соңғы 2 жыл Көкшетау қалалық сотының бас маманы, әрі сот отырысының хатшысы. Тәжірибесінің аздығына қарамастан Айгерім бірқатар сот процесіне қатысып үлгерді. Жас маман тәжірибе жылдармен емес, орын алған жұмыстың сапасымен өлшенеді деп санайды. С детства хотелось быть на защите прав граждан, быть на передовой. Бала кезімнен азаматтардың құқықтарын қорғап алдыңғы қатардан көрінгім келетін. Өйткені дәл осы жерде құқық теориядан шындыққа айналады. Таңертең келіп хаттарды тексерем. Одан соң келісім шарттардың, қаулылардың күшіне енуі туралы өкімдер жіберіледі. Сот отырысына дайындалам. Қызықтың бәрі осы жерде орын алып жатады. Әрине эмоционалды тұрғыдан қиын болуы мүмкін, бірақ жұмыс пен жеке өмірді бір-бірінен ажырата білу керек. Бұл жерде мен маманмын. Менің ойымша мемлекеттік қызметке адамдарды құқық пен заңды жақсы көретіндер ғана келуі қажет. Өйткені бұл сала тез шаршатып жіберуі мүмкін. Мемлекеттік аппаратты реформалау аясында жас мамандардың жұмысқа тұру үшін жаңа мүмкіндіктер қарастырылған. Мемлекеттік тапсырыспен жоғары оқу орнын аяқтаған түлектер аймақта конкурстық іріктеусіз тағайындалуға құқылы. Бұл Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің грантпен оқып бітірген түлектері арасында белсенді түрде қолданылуда. Білім алушының оқу жетістіктері деңгейінің орташа өлшемді бағасы 3,33 болса, ол оқу орнын аяқтағаннан кейін 1 жыл бойы лауазымды атқара алады. Дәл осындай бастаманы жүзеге асырудың жарқын үлгісі ретінде Жанна Мұратованың айтуға болады. Ол қылмыстық іс жүргізу кеңсесінде 2 жыл қатарынан бас маман болып еңбек етіп жатыр. Моя работа заключается в том, выполнение. Бала кезімнен азаматтардың құқықтарын қорғап, алдыңғы қатардан көрінгім келетін. Өйткені дәл осы жерде құқық теориядан шындыққа айналады. Таңертең келіп хаттарды тексерем, одан соң келісім шарттардың, қаулылардың күшіне енуі туралы өтінімдер жіберіледі. Сот отырысына дайындалам. Қызықтың бәрі осы жерде орын алып жатады. Әрине эмоционалды тұрғыдан қиын болуы мүмкін, бірақ жұмыс пен жеке өмірді бір-бірінен ажырата білу керек. Бұл жерде мен маманмын. Менің ойымша мемлекеттік қызметке құқық пен заңды жақсы көретіндер ғана келуі қажет. Өйткені бұл сала тез шаршатып жіберуі мүмкін. Президенттік жастар кадр резерві республикалық деңгейдегі басшылық лауазымдарға қолжетімділікті қамтамасыз етуде. Жоғары оқу орындарымен жасалған ынтымақтастық туралы меморандумдардың аясында облыстық мемлекеттік қызмет істері департаменті бос жұмыс орындарының жәрмеңкелері мен ашық есік күндерін жиі ұйымдастырып тұрады. Сондай-ақ өңірде кадрларды іздеу мен даярлау жөніндегі мемлекеттік қызметшілер мектебі және аймақтық кадр резерві сынды жүйелі жобалар жүзеге асырылуда. Мұның бәрі мемлекеттік аппараты сапалы жаңартуды қамтамасыз етеді. Лаура Елубаева, Карина Сулейманова, Василий Вережников, Көкше ақпарат.